Армысыздар, құрметті әлеуметтік желі оқырмандары. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен 10 тамыз Абай күні болып жарияланды. Биыл ұлы ақынның туғанына 175 жыл. Осы орайда Іле аудандық кітапханасы назарларыңызға Абай сөзі қазақтың бойтұмары атты кітап көрмесіне видеошолу ұсынады. Көрмеде ұлы ақынның өлең жинақтары, қара сөздері, хикмет кітаптары қойылған. Көрмедегі құнды жәдігердің бірі Абай Құнанбаевтың 1939-1940 жылдары жарық көрген латын харпімен жазылған толық жинақ кітабы электронды нұсқасымен. Абай Құнанбаевтың алғашқы өмірбаянын кім жазды? Оның алғашқы кітабын қай жылы және кім шығарды? Абай әдеби мектебін кім құрды? Абай тұрмыста жақындары, шәкірттері мен серіктестер арасында қандай болды? Оларды неге үйретті? Даулы мәселелерді қалай шешті? Осы және басқа да сұрақтарға жауаптарды көрмедегі ұсынылған Абай энциклопедиясы мен алғашқы абайтанушылар Қайым Мұхамедханов, Мұхтар Әуезов, Мекемтас Мырзахметұлының еңбектерінен табуға болады.